Сәлем достар, бүгін мен сіздермен үй жағдайында оңай жасалатын салатпен бөліскім келеді. Ол үшін бізге қажетті заттар свекла, алма, анар, бұрыш және майонез, 2 зубчик чеснок. Свекланы пісіріп алып, видеодағыдай турап алдым. Алмамызды да дәл осылай турап аламыз. Чесноктарымыздың барынша майда болғаны дұрыс. Енді үстіне анарымыздың қызыл бұрыш және азырақ қара бұрыштан сеуіп, шым тұз салып, майонезіміз салып араластырып аламыз. Мінекей осымен біздің салатымыз дайын, үй жағдайында оңай ғана жасалады. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.